Ассалаумалейкум достар, бүгін бізде көрен рулет. Бір штук пиязды осылай бөліп блендерге салып аламыз, және де укроп, бір штук чеснок. Блендердің көмегімен измельчить етіп аламыз осылай. Қатты ұсақтап жүрмейміз, орташа ұсақтаймыз. Дайын болған пияз, чеснок, укропты фаршымызға салып аламыз. Келесі кезекте біз паприка, осындай приправадан бір чайный ложка қосамыз. Черный перцтен бір ас қасық, және бір чайный ложка кориандр қосамыз. Бір чайный ложка тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Барлық тұзымыз бүкіл фаршқа сіңу үшін. Келесі кезекте сырды алып аламыз, және де осылай кесіп аламыз, орташа жіңішкелікте. Келесі кезекте фаршымызды фольгаға саламыз, яғни төсейміз. Біркелкі бірдей етіп төсеп аламыз. Мінекей осылай. Келесі кезекте чим-чим нори, яғни бұл кез келген маркетте сатылады. Нориді аламыз. Бұны ең алдымен бір кесеге бір салып аламыз суға. Осылай жайып аламыз барлығын. Келесіде сырды осылай қойып аламыз. Келесі кезекте жайлап орай бастаймыз. Осылай орай бастаймыз. Видеодағыдай. Жақсылап нығыздап ораймыз. Ажырап кетпейтіндей, және противенге салып аламыз. 180 градуста 50-60 минутта пісіріп аламыз. Менікі даяр. Көріп тұрғандай. Өз қалауыңыз бойынша кесіп аласыз. Маған біркелкі дөңгелек, яғни осылай тураған ұнайды. Кез келген дастархан сәні болады деген ойдамын. Гарнирге пюре дайындадым. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма тіркеліңіздер.